Сәлем достар, бүгін мен сіздермен айран қосылған печенье түрімен бөліскім келеді. Ол үшін маған қажетті заттар: керегінше ұн, жарты кесе қант, 50-60 мл иісі жоқ сұйық май, бір дана жұмыртқа, жарты стакан айран және бір чайный ложка разрыхлитель және кішкене тұз. Ал енді бастайын. Енді айранды ыдысыма құямын. Тұз салам. Араластырып, жұмыртқаны салам. Сұйық майымды құям. Және қант салам. Бәрін мұқият араластырып, разрыхлительді ұнға бетіне салып, араластырып жіберем. Енді ұнды жай-жаймен салып отырып, қамыр илейміз. Ұнның бәрін салып, енді қамыр жұмсақ қамыр илейміз, қолға жабыспайтындай қылып. Өте жұмсақ, өте нәзік қамыр иленді. Енді тұндырудың қажеті жоқ. Енді тіке жайып, печенье формасын жасай беруге болады. Енді қамырымызды аламыз. Кішкене ұн сеуіп, бетіне ұн сеуіп, қамырым жаям. Қамырды жайып, өзіңізге ұнаған печеньенің формасымен кесуге болады. Қатты жіңішке қылуға болмайды. Бұл өте жұмсақ және өте дәмді нәзік печенье. Мен бұны печенье қып жасаймын. Мынандай 1 сантиметрден кішке жіңішке болса да болады. Қалыңдығы бірінші дөңгелек, келесілері айдың пішіндес. Жасап көріңіз, өте дәмді, өте нәзік, өте жұмсақ. Бәрін дайындап кесіп болдым. Енді духовканы лестісіне салып, астына пергамент қағазын төсеп салам. Салып алдым. Енді духовкаға 200 градуста 20 минутпен 30 минут аралығында қызарғанша пісіреміз. Печенье пісті, өте дәмді, өте нәзік. Жасап көріңіз, өкінбейсіз. Астарыңыз дәмді болсын.